Жарайды жігіттер. Боларсыз болды. Тұржан, үйдегің бар? Үйде білмеймін. Мама бар шығар. Или жоқ. Сенің үйге барып обед ішіп кетейік. Кеттік. Шодан жеге. Саят, сен істеп Мен сіз шай ішейін дедіңдер ма не? Барлықтарын жинап қапсыңдар ғой. Бүгін біреу туған күні ма? Көп сөйлемеш. Онда мен де барам сен үйге. Жүр. Бірақ үйде тамақ жоқ шығар. Өзіміз ақ істей саламыз. Барасыңдар ма? Иә. Нұрбол? Сәлеметсіз, қалайсыз? Жақсы. Асқар бөлмесінде ма? Иә, ұйықтап жатыр. Оянатын уақыты болып қалды. Тамақ та дайын. Жүр, шай іш. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жұмыс қалай болам? Жақсы, жаман емес. Айтпақшы мынау Рауанға. Ой, рахмет. Жаман емес. Мектеп демесең, балалармен жұмыс істеу қиын. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, жақсы болады. Рауан қайда? Жатып қалды. Бағана сабақ басталмас бұрын келіп еді маған. Соның ойыншықтарын алып келейін. Асқардың да көңіл күйі жоқ. Сен келсең бір қуанып, шаттанып қалады. Мен де оған қатты алаңдаймын. Туған бауырымдай болып кетті Асқар. Айтпақшы, өткенде Қызылордаға тойға шақырды едіңіздер. Бардыңыздар ма? Ой, қайдам. Бір сәтке де тастап кете алмайсың. Маған тастап кетпеңіз. Қой, ұят емес пе? Жазғы демалысыңда Асқарға қарадың. Одан қалды мектепте Рауанға қарайсың. Ой, жоқ, еш нәрсесі жоқ ондай. Ай, балам, сен өстіп жүре бересің бе? Үйленсеңші. Сен үйленсең, Асқар үйленгенде бір қуанып қалатын едік. Үйленем ғой. Әр нәрсе өз уақытымен. Әлі Рауанның тойын көресіздер. Құдай қаласа. Асқар оянды ғой деймін. Иә. Бара ғой. Асқар. Сәуле. Ау? Үйге бара жатсың? Иә? Жүр, мен сені апарып тастайын. Жоқ, мен автобуспен бара беремін әуреміне. Не, Сәуле? Жүр, апарып тастайын, маған қиын емес. Қажет емес деймін. Сәуле. Сен онсыз да маған көп жақсылық жасадың. Жұмысқа тұрғыздың, ақша бердің. Көп рахмет саған, Дәурен. Сәуле, жүр деймін, апарып тастайын. Мен жақында ғана күйеуім қайтыс болған әйелім, Дәурен. Артық кетпей ақ қойшы, өтінемін. Сосын маған гүліңнің де басқаның да керек жоқ. Түсінесің деп ойлаймын. Денсаулық болсын. Малдар. Смысл, малдар? Сыртқа шығыңдар, кафе жабылды. Жүрші, сөйлесің де. Мыналарың ма не? Сасыған сүмелектер.
Не дедің жаңа? Не істедің сол сука? Малды, екінші рет осында келетін болсаңдар, аяқтарын сындырам. Түсіндір ме? Болды. Сытыңдар тез. Салам алейкум, жігіттер. Қалайсың, Аслан? Махадан хабар бар ма? Мектепте білеміз не болса да. Тірі ме екен өзі? Азы жаман ұстап алып не болса да. Қуады я сол, кино көріп кеп аған ба, или ішіп аған ба? Актер ұқсас сөйлеп тұр, отталған. Еще келіп, мен ұрама бірінші. Қорққаннан удар сізбей қағасыз. Екеше бір жаның үйінде жақсы отырыс болды, Құлай жинап тұрайық андасында. Жа, мамам да қуанып қалды. Рахмет сендерге. Бірақ, Аслан, сен Не бірақ? қатты кеттің деп ойламайсың ба? Неге? Сен ондай қатыгез емес едің ғой. Сонша аяусыз тұрдың. Шынымды айтсам, сені танымай қалдым. Сол керек өздеріне. Не үшін аяғымыз керек оларды? Дұрыс емес па? Иә. Бір жағынан, сенікі де дұрыс шығар. Тамақ жейсің бе? Болды ғой енді. Махан гостить писат. Смотрящих сен қоятын шығар, Жыба. Томпи, қалайсың? О, біздің генигіл. Қалың қалай? Инвалид. Амандаспайсың ба не? Қалай сайдың? Ат жасаған қол беріп амансыз запалды ма не? Отыра бер. Ауру. Саған айтып тұрмын. Барып, амандасып салайын да? Жоқ. Инвалид бақ. Сен не душына бағасың ба не? Ана ручканы ал да маған қарай. Ұш! Ой, блин, Айдын. Типа маха болмай қойшы, а? Жараспайды саған ондай. Сен көтіңді қысшы. Не дейсің? Сен көтіңді қысшы. Айдын. Не? Сен кімсің олай сөйлейтін? Көтің қыс дедім саған. Айдын, жібер. Жібермесем ше? Айдын, жібер демей саған. Айдын, жібер. Аслан, не істедің? Кім? Мен ғой. Кіруге бола ма? Кіре бер. Қалай болдың? Жақсы. Мама, папа уайымдап жатыр. Маха қанша күн болды үйден шыққан жоқсың. Сені ешкім сынап, немесе кінәлап жатқан жоқ қой? Ең болмағанда бөлмеңнен шықшы. Аман есен екеніне көздері жетсін. Маха. Не? Жарайды, мен кеттім. Сосын телефонымды қосып қойшы. Пока. Өткендегі теманы айтып жүр. Короче, Махамен енді ешкім амандаспайды. Сөйлеспейді, даже бірге отырмайды. Егер бірге жүргендерін көрсем, автоматически тоқылдақ болып кетесіңдер артына. Ол енді сасуы мүмкін. Сондықтан любой кезде допросқа дайын жүріңдер. Біреу сұраса, білмеймін, көрген жоқпын дейсіңдер. Болды. Түсінікті ма? Иә. Бергел Айдын. Маха кетті. Енді сендерге смотрящий керек қой. Ал Айдынды мен жақсы білем. Системада жүрген бала. Артық әңгімесі жоқ. Бүгіннен бастап Айдын сендердің класстарыңа жауап береді. Не дейсің, Айдын? Қолынан келе ма? Смело, братан. Бол. Ешкім қарсы емес қой? Мен қарсымын. Айдын смотрящий болмай жатып, уже беспределді бастап кетті. Басындағы бантикін сол ішінде байлап берді. Сосын ол қалай смотрящий болады? Өркен екеуі Махаң жан достар. Бірге жүреді, әңгімелерде бір. Егер екеуі бірге жүріп, бір крисаны анықтай алмаса, қалай сенеміз мынаған?
Сен сонда өзің түсініп тұрсың ба? Или пиздец ақылдысың ба? Жоқ, братан. Мен өзім түсініп тұрған жоқпын. Бірақ смотрящий болу үшін аса бір ақылдың керегі жоқ. Жарайды онда. Бүгіннен бастап омбыға сен қарайсың. Не болды? Егер классыңнан бір косяк болса, көтіңді айырам. Қалай екен? Не дейді? Бір қалыпты, шықпайым деді. Не болғанын айтты ма? Маған ештеңе айтпай қойды. Төбелесіп қалған ғой енді. Еркек болған соң ондайындай болып тұрады. Ештен етпейді. Мен қазір келем. Сәлем. Қалың қай? Жақсы, рахмет. Бір жақта қайдан жүрсің? Енді мектепте көрінбейсің, мақада жоқ. Телефоныңды алмайсың. Сол жағдайың білейін деп келгем. Енді Махан жағдайын білетін шығарсың. Үйде ауырып жатыр. Не? Қазір қалай болды? Еш қалай? Қарап жатырмыз. Осының бәрі азаматтың кесірінен. Мен оған айтып едім, сонымен араласпашы деп. Система деді де, енді өзі системаның астында жатыр. Мәрем, ондай жағдайлар ұлдардың арасында болып тұрады. Сондықтан уайымдама. Білмеймін. Үйдегілердің көңіл күйі жоқ. Мүмкін балмұздақ жеп қайтармыз. Жарайды, бірақ қайда? Барғанда көресің. Онда мен киімімді ауыстырып шықсам, күте тұрасың ба? Ассалаумалейкум, братан. Уағалейкум, отыр. Сен де Мариямен жүрісің ғой не? Иә, сөйлесіп жүрмін. Түсінікті. Ана терпила не, телефон алмайды, не үйінен шықпайды. Ұстап бір сөйлесу керек па мен? Үйінде ауырып жатыр, братан. Қазір шықпайды ау. Сен онда өзің сөйлес онымен. Қарындас арқылы айтасың ба, өзің айтасың ба, сенің проблема. Братан, айтуын айтам ғой, бірақ... Көп сөйлемеш. Смотрящий болам деген өзің ба? Мен істе соны. Қазірден бастап қадағаламасаң ертең басыңа шығып бәле болады олар. Жалпы система деген не екенін білесің ба? Жай ғана таяқ жеп сендерді ұра беру емес. Старшактар сендерді не үшін ұрады? Жайдан ойлайсың ба? Жоқ. Біз жын емеспіз ғой сендерді қайта-қайта бостан-босқа төмпештей беретін. Біз сендерді ұрғаннан ләззат алмаймыз. Бізге қызықты емес ол. Біз үшін сендердің кейін достойный жігіт болғандарың маңызды болды. Сол үшін де бізді кезінде братанда ұратын. Біз де сендерді ұрамыз. Сендер кейінгілерді деген сияқты ғой. Зато ертең бәріне дайын боласыңдар. Алда әлі универ, армия күтіп тұр. Ол жақта не система жоқ деп ойлайсың ба? Ол жақта да бар. Болуы керек ол система. Әйтпесе тәртіп болмайды. Беспредел болады. Сосын кішілер үлкендер сыйлауды қояды. Ұста. Үйренесің үшін. Братан. Сосын ақыры қызбен жүрдің ба? Оларда қасында достойный жігіт жүрген қалай? Шықты әнді картасы бар. Түсіндің ғой? Сөйлесіп қоям, братан. Жақсы жүре бер. Қолың қалай? Ұлым соңғы кезде бұзылып жүр.
жаман жолға түсіп кетеме деп қорқам. Енді ұлдың аты ол емес пе? Не дегенмен әкенің тәрбиесі керек. Амалым қанша енді. Дұрыс айтасың. Айтпақшы, өткен жолы көшеде кетіп барасам, артыма қарап қал, кім екен деп қарасам, қасыма жетіп келіп немене, танымай тұрсың ба дейді. Жоқ дедім. Сөйтсем біздің Нұркен. Нұркен? Қандай Нұркен? Бізбен бірге оқыған СП 5-ші топ. Қожабек. Прикинь. Жарайды, онда мен үйге кірейін. Айтпақшы, Мариям, Маха қалай? Білмеймін. Үйде жатыр. Мама папа да уайымдай бастады. Мүмкін сен үйге кіріп сөйлесіп шығарсың? Білмеймін. Ыңғайсыз емес пе? Жоқ, қайта сені көріп қуанып қалатын шығар. Жүр. Маха, қалайсың, брат? Не істеп жүрсің? Жағдайың білмек келдім. Денсаулығың жақсы ма? Нормально. Біраз балалар звондап аламапты ғой. Иә. Телефонымды өшіріп тастағам. Өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Маха, мен саған басқа шаруамен келдім. Мен азамат жіберді. Тоқылдап қоймасын деп жатыр ма? Қорықпай қойсын. Ешкімге ештеңе айтпаймын. Бір жағынан бұл дұрыс болды. Мен системадан шаршап кеттім. Енді өзім болам. Мені смотрящий қылып қойды. Құтты болсын. Басыңа проблема тауыпсың ғой. Неге олай ойлайсың? Енді түрме қарасай. Ол енді өзіңнен ғой. Жоқ, шын ғой. Базар жоқ. Смотрящийдің образына тез кіріп алыпсың. Маха. Не? Қысқасы тоқылдап жүрме. Жарайды. Жазылып кет бауырым. Что там, жей? Кеттік па? Кеттік. Аслан, сен барасың ба? Қайда? Қалай қайда? Поездға? Поездға барып, фифадан жібермедік па? Бара алмаймын, шаруаларым бар мен. Қандай шаруа ол? Алдыңғы апта келістік қой, екі ойнаймыз деп. Мыналардан реванш алмадық па? Жігіттер, өздерің бара беріңдерші. Болмаса орма басқа біреуді аласаңдар. Жоқ, сен не шаруа осы? Барып тоғыздармен сөйлесіп келу керек. Жақсы онда. Бос болсаң кел. Давай. Братан, 5 мың жетпей тұр еді ішінде. 5 мың? Ештеңе етпейді. Ана. Рахмет. Рауан, егер осы 90-ды 5-пен аяқтасаң, мен саған телефон алып беремін. Шын ба? 1-4 болып қалса ше? 1-4 ештеңе етпейді. Жарайды. Кітаптарын мұнда сақ қойдым.
Отыр. Сәлеметсіздер балалар. Отырыңдар, отырыңдар. Махамбет, неге өз орнында отырмағансың? Отырмайды ол мұнда. Неге отырмайды? Себебі бар. Оны өзі біледі. Түсінбедің? Ей, тоқтаттыңдар. Ей, болды, қой. Ей, болды, тынышталыңдар. Қой болды. Махамбет, отыр орнына. Кімді айтып тұрмын мен? Отырмай. Отырмасаң шық онда есігәні. Шық! Маған олай мінезіңді көрсетпе. Мінезіңді үйіңе барып көрсетесің. Шық! Махамбет, кабинетке кіріп кетші. Жаба сал есікті. Жоғары сынып оқушылары сені ұрып кетті деп естідім. Қойыңызшы. Осындайды қайдан естіп аласыздар, жүріңіз енді сол әркімнен естіп. Түсінбедім. Еще түсінбейсіздер сіздер. Керісінше мен түсінбедім. Бір емес сізге 2 видео жібердім, мына мектепте не болып жатқан көрсін деп. Сен екесің ғой сол видеоларды жіберген. Ендігім, конечно мен. Видеоны көрдіңіз, ал не істедіңіз? Ойбай, сендер мектепте біреу ұрама, біреу тиісіп жатқан жоқ па, субботникке барыңдар, темекі шекпеңдер дегеннен басқа не айттыңыз? Просто ойлайсыз, мына мектепте не үшін жүрсіз? Хотя бы ана үстіндегі үкіметтің формасын ақтасайшы. Қойпаймен не істеп жүрген? Дұрыстап сөйле. Кетші. Тыныштық Нұреке, сіздің мектеп президентіңіз. 10 сыныптағы Махамбет тұрған білесіз бе? Мен қайдан білейін, аңдып жүрген жоқпын мен оларды. Өткен жолы бәріміз бала болдық қой деп жай жаба салдыңыз. Енді не дейсіз? Сіз бен біздің жұмыс жасау тәсіліміз екі бөлек. Сіз тәртіп бұзушылық көріп тұрсаңыз, заң жүзінде жазалауға тырысасыз. Ал біз тәрбиелеуге тырысамыз. Сізге қылмыс статистикасы төмен болғаны қажет, ал бізге мектептің рейтингі жоғары болғаны керек. Рейтинг? Бала тағдырынан жоғары ма біздің мектепте? Сіз неге провокациялық сұрақ қойып тұрсыз? Біз не бала тағдырымен ойнады дегіңіз келе ме? Әлде біздің мектептің мұғалімдері оқушылардың тағдырын алаңдамайды дегіңіз келіп тұр ма? Шынымен алаңдайтын болсаңыздар, біз қазір неге рейтинг жарияламай тұрмыз мұнда? Неге балаларды ойламайсыздар? Егер біле білсеңіз, көптеген оқушылардың тағдыры осындай қиын. Оларды кім ойлап жатыр? Олар жайлы кім айтып жатыр? Олармен кім жұмыс істеп жатыр? Ата-анасы мектепке жібереді, мектепте білім алады ғой деп. Солар тәрбиелейді деп. Біз үйіндегі ата-анасы тәрбиелеу керек деп оларға жабамыз. Не нәтижесінде не білім алмаған, не тәрбие көрмеген қоғам пайда болып келе жатыр. Сонда біздің методикамызға күмәніңіз бар ма? Бар. Оған дәлел азамат сияқты президенттеріңіз. Сіздер қалай қойып жүрсіздер оны президент қылып? Осындайлар барда мектепте бүлік тоқтамайды. Мен сізге соңғы рет ескертемін. Оған қарсы шара қолданыңыз. Болмаса, өзім учетқа оны тіркеймін. Сабақ қайда? Азамат, бер кел. Жабы есікті. Сен не деген адамсың, Тағы да үстіңнен шағым түсті ғой. Егер осылай тағы да қайталанатын болса, айтпады деме. Документтердің даласында мектептен кетесің. Мен сөзімде тұрам. Түсіндің ба?